Міне елімізде 2 жылдан бері ұлттық кітап апталығы, яғни күні аталып өтіп келе жатыр. Енді биыл сол ұлттық кітап күніне кітапханашылар күні қосылып, қос мереке қатарынан аталды. Ұлттық кітап күні жай ғана мереке емес, бұл бүкіл қазақ халқын осы ұлттық кітап деп аты айтып тұр өзі. Қазақ халқын, Қазақстан елін біріктіретін, барлық оқырмандарды әдебиет деген үлкен бір қазынаға жетелеп әкеп, содан бір тәлім тағылым алатын, әдебиетке құмарлықты оятатын бір үлкен іс-шара деп білемін. Мерекеміз жалғаса берсін, жылда осылай аталып өтетін болады. Бұл мейрамды біз өзіміздің үлкен мейрамымыз ретінде санаймыз және санатта жүреміз. Құрметті әріптестер, мына бүгінгі 23 сәуір ұлттық кітап пен кітапханашылар күні құтты болсын. Барлықтарыңызды осы бүгінгі мейраммен құттықтаймын. Қымбатты достар, мәртебелі оқырмандар, елімізде тұңғыш рет тойланып отырған 23 сәуір ұлттық кітап күні, кітапханашылар мерекесі құтты болсын. Әрбір қазақ, әрбір біздің тұрғынымыз, әрбір адам кітап оқып, кітаппен сырласып, кітапты сүюге шақырамыз. Кітапханашылар мерекесі құтты болып, кітапханашылар мәртебесі биіктей берсін. Шын мәнісінде кітап оқитын ұлтқа айналайық. Құрметті әріптестер, бүгінгі 23 сәуір ұлттық кітап және кітапханашылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға шығармашылық табыс, биік белестерден көріне беріңіздер. Және де ұжымда тек қана абыройларыңыз артып, ұжымдарыңызда ынтымақ, берекелеріңіз мықты болсын.